Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл екінші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 89-шы сабақ. Зат есім. Сөздерге сұрақ қою арқылы зат есімді анықтаймын. 19-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Тұсау кесу. Тұсау кесу рәсімі басталып кетті. Адамдар екі жаққа бөлініп тұрып, ортадан орын қалдырды. Екі әже бір жанды қолтығынан демеп, төр жаққа апарды. Тағы бір әже дайын тұрған ала жіппен Біржанның аяғын тұсады. Берік еңкейіп барып, жүйрік бол, деп тұсауын кесті. Осы сәтте үлкендер бәрекелді, Берік ағаң сияқты білімді азамат бол, деп тілек тіледі. Авторы Серік Нұғман. Өзіңнің тұсауыңды кім кескенін үлкендерден сұрап біліп ал. Балалар, сендер үйдегі үлкен адамдардан сендердің тұсауларыңды кім кесті? Соны сұрап біліп алсаңдар болады. Келесі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. 19-шы жаттығу бойынша балалар қарамен жазылған сөздерді бірінші жазып алайық. Адамдар, орын, әже, үлкендер, берік, тілек. Енді балалар осы сөздерге сұрақ қоятын болсақ, кімдер? Адамдар. Не? Орын. Кім? Әже. Кімдер? Үлкендер. Кім? Берік. Не? Тілек. 20-шы жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, мұндағы сөйлемдерді көшіріп жазып ала қояйық. Тұсау кесу бала тәй-тәй басқанда жасалатын дәстүр. Баланың тұсауын ала жіппен кеседі. Мұнда балалар бізге зат есімдерді тауып, түбір мен қосымшаны ажырат дейді. Мұнда балалар зат есім тұсау, яғни түбірі де тұсау екен. Балалар, келесі бала зат есім, дәстүр, келесі баланың, бала түбірі, ның, жалғау. Тұсауын, тұсау түбірі, ын, жалғау. Жіппен, жіп түбірі, пен, жалғау. Келесі 21-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Тұсау кесер. Көріп аяқ басуын, тұсау кесер шашуын. Ақ әжелер шашты кеп, әнмен күйге басты кеп. Авторы Әли Ысқабай. Мұнда балалар бізге тапсырмалар берілген. Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Өлеңдегі тұсау кесер сөзінен бірнеше сөз жасап көр. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қарап ал. Мұндағы балалар зат есім тұсау кесер, аяқ, шашу, әжелер, ән, күй. Мұнда балалар сұрақ қоятын болсақ, не деген сұрағын қояды екенбіз. Мысалы, не тұсау кесер, не аяқ, не шашу, кімдер? Әжелер, не ән, не күй. Енді балалар тұсау кесер деген сөзінен бірнеше сөз құрау керек біздерге. Тұсау кесер сөзінен тұс, ау, кес, кесе, ер, серке, кет, ек, сау, тау, тар, тер, еру, сор, ұста, есе деген сөздер шығады екен. 22-ші жаттығу. Көркем жаз. Мұнда балалар әжем жүн түтті, жүннен жіп ерді. Сол жіптен қолғап тоқыды. Осы сөзді балалар сөйлемдерді көркем етіп дәптерімізге жазып алайық. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, қай сөз табы екенін анықта. Дәптерімізге балалар көркем етіп жазып алып, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойық. Балалар, не жүн, не жіп, не қолғап. Бұлар балалар зат есім екен.
Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.